Күн тыңдармандарым, сан қилы тағдырларды тыңдағыларыңыз келсе, арнама тіркеле отырыңыздар. Әсем нағыз пысық қыз. Ол сабақта үздік, үйде ата-анасына көмектеседі, ал сыртта белсенді. Анасына ас дайындауға, үй жинауға, сіңлісіне қарауға жәрдемдеседі. Ол үшін бұл үйреншікті іс. Әсемнің ерекше қасиеті үнемшілдігі. Ол киімін таза, жинақы ұстайды. Кейде бұрынғы киімдерін аздап өзгеріс енгізіп, жаңаша сән беріп киеді. Бірақ анасы оған: "Қызым, жаңа көйлек сатып алайық" дейді. "Анашым, қазіргі әлі де жақсы. Оның орнына үйге керек нәрселер алайық" деді Әсем күлімсіреді. Ақшаны оңды-солды шашуды ұнатпайды. Кейде достары дүкенге барғанда бәрі тәттілер мен сусындарды алса, Әсем ақшаны сақтап, тек қажет нәрсені ғана алады. Бір күні мектепте үлкен мереке өтетін болды. Мұғалімдер шараға көмектесетін оқушыларды іздегенде Әсем бірден қол көтерді. Ол сыныптастарын ұйымдастырып, әркімге өз міндетін бөліп берді. Бірі залды безендірсе, бірі қонақтарды қарсы алуға дайындалды. "Қымбат шарлар мен ленталар алмай-ақ қояйық" деді Әсем. "Қолда барды пайдаланайық. Мысалы, қағаздан гүлдер жасап, ескі ленталарды үтіктеп қолдансақ болады." Балалар оның идеясын қолдады. Бәрі жұмыла кірісіп, өздері қолдан жасалған әдемі безендірулер дайындалды. Мұғалімдер оқушылардың тапқырлығына риза болды. Алайда шараға бір күн қалғанда күтпеген жағдай болды. Мектепке келгенде Әсем мен достары безендірген бұрыштардың бір бөлігі жыртылып, кей жерлері әшекейлері түсіп қалғанын көрді. Көпшілік терезеден жел кіріп, бәрін ұшырып жіберіпті. "Не істейміз?" деп уайымдап достары. "Уайымдамаңдар, қазір бәрін реттейміз" деді Әсем сенімді түрде. Олар тез арада жұмыстарын қайта жасап шықты. Әсем достарымен бірге соңына дейін еңбек етіп, мерекеге бәрін уақытында дайындап үлгерді. Мереке күні зал ерекше көрікті болды. Мұғалімдер де, ата-аналары да оқушыларының еңбегін мақтады. Ал Әсем болса өз ісінің нәтижесін көріп қуанышын жасыра алмады. Сол күннен бастап Әсемнің пысықтығы мен үнемшілдігі туралы бүкіл мектеп білді. Оны бәрі мақтан тұтатын болды. Әсем тек мектепте ғана емес, үйдегі де нағыз қамқоршы. Әрдайым үй шаруасына белсене араласады. Анасына көмектесуді ешқашан ұмытпайды. Туған үйіне деген сүйіспеншілігі оны әрдайым қолдау көрсетуге итермелейді. Әсіресе анасына көмектескенде Әсемнің жүрегі бір түрлі жылы қуанышқа толады. Әсем үйді тек қана жинап, ыды-шуымен айналысып қоймайды. Сіңлісін сабағында тексереді. Үй тапсырмаларын орындауға көмектеседі. Анасы көбіне жұмысқа кеткенде Әсем үйдегі барлық шаруаны өзі істейді. Тамақ пісіріп, үйді жинап, гүлдеріне су құяды. Әсіресе кішкентай сіңлісіне көңіл бөліп, оның қолынан келгенше бәрін үлгеруіне қамқор болды. Әсемнің үнемшілдігі ерекше. Киімдерін үнемі таза ұстап, тіпті ескі киімдерін қайта қолданады. Бірде анасы оған жаңа көйлек сатып алуды ұсынған кезде Әсем: "Жақсы анашым, бірақ ескі киімдерімді де сақтап, қайта қолдануға тырысамыз. Қажет болғанда бәрін қайта тігіп, жаңартып аламыз" деді. Әсем үшін заттарды ысырап етпеу, қажет нәрселерді үнемді пайдалану өмірдің маңызды принциптерінің бірі. Ол әр нәрсені бағалап, тек қажеттісін алады. Ақшаны да тек үнемдеп жұмсайды. Артық шығындарды бас тартады. Оның пікірінше, үнемдеу болашақта үлкен жетістіктерге жетудің кілті. Бірде оның сыныптастары дүкенге барғанда барлығы тәттілер мен сусындарды сатып алса, Әсем болса үйінен жейтін заттарды сөмкесіне салып келетін. Бұл қадамын ол бұлай түсіндірді: "Артық ақша жұмсап, кейін өзімізге керек заттарды ала алмай қаламыз. Сондықтан үнемдеуіміз керек." Әсемнің бұл принциптері оған үлкен әсер етті. Ол үлкендерден үлгі алып, өз өмірінде үнемшіл болуға тырысады. Оның әр ісі, әр қадамы
қадамы үнемділік пен жауапкершілікті көрсетеді. Әсем осы қасиеттерінің арқасында барлық айналасындағыларға үлгі бола білді. Анасы бір күн Әсемнің бұл әдетіне шыдай алмай, онымен ашық сөйлесуге ұйғарды. Кешкі ас кезінде ол қызына қарап, «Қызым, сен неге өзіңе бір нәрсе алуға қиналасың? Киімің ескіріп кетті. Жаңа бірдеңе алуға ақшаң жоқ емес қой», деп жұмсақ үнмен. Әсем басын изеді де ыңғайсызданып жауап берді. «Ақша бар, бірақ мен оны бекер жұмсағым келмейді. Ертең бір қажет нәрсе болса, болып қалса ше. Бірақ өмір тек жинаудан тұрмайды ғой қызым. Өзіңе де қамқорлық жасауың керек», деді анасы. Әсем үндемеді. Ол бала күнінен ақшаны үнемдеуге үйренген, қажетсіз нәрсеге жұмсауды ысырап көруші еді. Дегенмен анасының сөздері оны ойландырып тастады. Келесі күні жұмыстан қайтып келе жатып, анасы Әсемді ертіп дүкенге кірді. Қызына әдемі, сапалы көйлек көрсетті. «Мынау саған керемет жарасады. Бір рет өзіңді қуантсаң қайтеді», деді. Әсем көйлекке қарап қолымен ұстап көрді де іші жылып кеткендей болды. Бірақ әдеттегіндей, «Қажеті жоқ, менікі әлі жақсы», деді. Анасы күлімсіреп, «Онда бүгін мен саған сыйлық жасайын. Бұл менің ана ретіндегі қалағаным», деді. Әсем қарсы айта алмады. Көйлекті кигенде айнадан өзін көріп еріксіз жымиды. Бәлкім анасы дұрыс айтқанда шығар. Өзіне қамқорлық жасауды да үйрену керек шығар. Бірақ ол оның үнемшілдігін өзгерте ала ма екен? Анасы таңертең Әсемнің бөлмесіне кіріп сөреге көз тастады. Көйлек сол қалпы тұр. Ал Әсем баяғыда ескі киімдерін киіп, асыға аптаға сыртқа шығып бара жатты. «Қызым, жаңа көйлегіңді неге кимейсің?» деді сұрады анасы көңілі түсіп. «Әлі де бұлай күнделікті киюге қимаймын анашым. Бір ерекше сәтте қалдырғым келеді», деді Әсем жабырқатып. «Сонда ол ерекше сәт қашан келеді?» деді анасы реніш аралас таңданыспен. «Білмеймін, бір күні», деп Әсем сыртқа қарай асығып кетті. Анасы ауыр күрсінді. Ол қызының үнемшілдігін түсінетін, бірақ оның шектен тыс сақтығы өмірдің мәнін жіберіп алуға себеп болама деп алаңдай бастады. Кешке Әсем құрбысымен серуендеп келіп бөлмесіне кіргенде анасы әдейі сөредегі көйлегін қолына алды да қызына қарап, «Егер сен бұл көйлекті киюге қимасаң, онда мен мұны басқа біреуге сыйлаймын. Мүмкін ол адам күнде киіп шын қуанатын шығар», деді байыппен. Әсем селт етті. Бір сәт анасының жалтақтап қарады, бірақ анасының жүзі байсалды. «Жоқ, бұл менікі ғой», деді ол дауыстап. «Ендеше неге кимейсің?» «Жаңа киім адамның көңілін көтеру үшін, өзін жайлы сезіну үшін беріледі. Егер сен оны сақтай берсең, бұл көйлекте басқа ұмыт болған соң заттарың сияқты ескіреді. Сонда сен оны мүлде кимейсің бе? Өмірде кейінге қалдыра беруге болмайды қызым», деді анасы мейірімді үнмен. Әсем ойланып қалды. Арасында бала күннен бері талай жаңа заттарды сақтап жүріп, ақыры қолынан бай тастаған есіне алды. Жаңа дәптерлерді жазуға қимағандықтан олар сарғайып кеткен. Ұнатқан киімдерін ерекше күнге қалдырып, олардың қызығына бас алмай ескіріп тар болып қалған. «Қызық, сен әлі де бұл көйлекті кимеуге бел будың ба?» деп сұрады жұмсақ үнмен. «Иә анашым, мен әлі де оны сақтағаным дұрыс деп ойлаймын. Ол күнделікті киюге тым жаңа әрі таза», деді Әсем сенімді түрде. Анасы ештеңе демеді. Ол жай ғана басын изеп кешкі асты дайындауға кірісті. Бірақ бұл тақырып Әсемнің есесін кетірді. Келесі күні таңертең анасы сыртқа шығарды, Әсемнің бөлмесіне кірді. Әдетте ол қызының заттарына тиіспейтін, бірақ бүгін өзгеше ойда еді. Ол сөредегі жаңа көйлекті қолына алды да сөмкесіне салды. Сол күні түстен кейін Әсем үйге орағанда сөресін тексеріп, көйлегін таппады. Жүрегі дүрсілдеп анасына жүгіріп барды. «Анашым, менің көйлегім қайда?» Анасы сабырлы қалыппен: «Оны бір таныс отбасының қызына бердім. Ол жаңа көйлек киіп қатты қуанды», деді. Әсемнің жүзі
сұрлана қалды. Бірақ ол мені киеді ғой деді ашулана. Сен оны кимейсіңді қой. Мен де оны бекерге сөйлете жатып тосын деп алған жоқпын. Біреу оны кие алса, неге сол адамға бермеске? Әсем анасына ашуланып не айтарын білмей қалды. Бірақ ішкі түпкірінде бір ой бас көтерді. Арасында, егер өзі кимейтін болса, бұл көйлекті босқа тұрғаны несі? Ол анасына қарсы сөз айтқысы келіп еді, бірақ анасының сабырлы жүзіне қарап сөзін жұтып қойды. Бұл оған үлкен сабақ болды. Ол өз заттарын қалай сақтап, кейін ұмытып кететінін түсінеді. Әсем ішінен өзін ақтап алғысы келді, бірақ шындық анасының сөзінде екенін өзі де іштей біліп тұрды. Анасы қызымен алғашында жұмсақ сөйлесуге тырысатын, бірақ Әсемнің үнемі есеп-қисап сұрауы, әр тиынға дейін тексеріп отыру оны әбден қажытып жіберді. Ол бұрынғыдай емес, үйге жаңа зат алудан жасқанып, кез келгенін сатып алудан кейін Әсемнің қатаң сұрағына дайындалып тұратын болды. Бір күн анасы ас үйге жаңа ыдыс-аяқ жиыннан сатып алды. Ескі тәрелкелер мен кеселерді біразы сынып, кейбіреуі қажалып қалған еді. Бірақ бұл жаңалық Әсемнің ашуын келтірді. Анашым, бізде бұған дейін де тәрелкелер бар еді ғой. Неге ақшаңды босқа шашасың, деді ашуланып ол. Қызым, ескі заттар әбден тозып кетті. Кейбірі сынған, кейбірінің беті қажалған. Үйдің жинағы әдемі болғаны мен де қалаймын, деді анасы сабырмен. Бірақ олар әлі де қолдануға жарамды. Біздікілер құлап быт-шыт болған жоқ қой. Сен осылай босқа ақша жұмсай берсең, ертең шығынға батып қаламыз, деп анасына дауыс көтерді Әсем. Анасы көзін жұмып терең тыныстады. Соңғы кезде қызының мұндай мінезі тым шектен шығып бара жатқанын түсінді. Ол үндемеудің дұрыс екенін білетін, бірақ Әсемнің қаржылық қорқынышы тым шектен асып бара жатқандай көрінді. Қызым, мен үнемшілдік дұрыс екенін білем, бірақ өмір тек есеп пен қаражатты сақтаудан тұрмайды. Кейде өзіңе және жақындарыңа жайлық сыйлау да маңызды. Бірақ біз ақша үнемдеуіміз керек, кейін керек болып қалса ше? Ал егер кейін ешқашан келмесе ше, деді анасы бір сәт үнсіз қарап. Бұл сөздер Әсемге ауыр тиді. Ол анасына таңырқай қарады, бірақ бәрібір өз көз қарасын өзгертуге асық. Сол күннен бастап анасы Әсемнің мінезін, себептерін тереңінен түсінуге тырыса бастады. Оның мұндай үнемшілдікке не себеп осынша беріліп кеткенін анықтауға бел буды. Әлде бұл тек әдет пе, әлде оның жүрегінде жасырын үрей бар ма? Анасы осыны анықтамақшы болып мәселе шешілмейтінін түйінді. Анасы өткенді есіне алып жүрегі шаншып кетті. Ол орындыққа үнсіз отыра кетті де көзінің жасына ерік берді. Иә, бәріне өзі кінәлі екен. Әсем кішкентай кезінде олар қалаға көшіп жұмыс тауып, үй алып, аяққа тұру үшін оның ауылда әжесінің қолына қалдырған еді. Ол кезде басқа амал жоқ деп ойлады. Баламыз үшін бәрін жасаймыз деген сеніммен тырмасып еңбек етті. Бірақ сол жылдары Әсемнің қандай сезімде болғаны, қандай қиындық көргені енді ғана терең түсініп отыр. Әжесі қатал кісі еді. Олар әр нәрсені үнемдеуді қатты қадағалайтын, артық ысырап қылмай, тиыныңды босқа шашпа дегенді жиі айтатын. Үйде азық-түлік болса, киім-кешек болсын, бәрі есеппен жұмсалатын. Әсем сол тәртіппен бағынды. Ол жаңа киім алғысы келсе де ешқашан сұрамады. Дүкенде әжесімен жүргенде көзі бір затқа түссе де ішкі тілегін сыртқа шығаруға қорқатын. Себебі әжесі бұл не деген ысырапшылдықты ренжитін. Анасы мен әкесі сирек келетін. Оларды көрген сайын Әсем мәз болып, мойындарына асылып бір сәтті өзінің ең бақытты балады сезінетін. Бірақ қайтадан қоштасар сәт келгенде оның жүрегі қайтадан суық тартып, жалғыздыққа бой үйрететін. Анасы сол сәттерді есіне алып, еңіреп жылап жіберді. Әсемнің тым үнемшіл болуы,
Ақшаны есептеп жаңа нәрселерден бас тартуы мұның бәрі тек әдет емес, жүрегінде қалып қойған жараның белгісі еді. Ол кішкентайынан жоқтыққа дайын болу керектігін үйренген. Ештеңе сұрамауға, барға қанағат етуге, болашақта қиындыққа тап болмас үшін қазірден бастап барынша аз жұмсауға бейімделген. Анасы терең күрсінді. Осылай жалғастыра берсе, Әсем бақытты бола ала ма екен? Жоқ, бұл тізбекті үзу керек. Ол қызының үнемшілдіктен емес, өмірден ләззат алуға үйрету керек. Оның жүрегіндегі қорқынышты сейілтіп, өмірде тек есеппен емес, шынайы сезіммен сүруге болатын көрсету керек. Анасы көз жасын сүртіп орнынан тұрды. Енді бұл қызын еш басқаша сөйлететін болды. Әсемге ақшаның заттың маңыздылығы емес, өмірдің шынайы құндылығын түсіндіру қажет. Бірақ қалай? Ол мұна асықпай, бірақ шешімін жасауға керек еді. Анасы барынша тырысты. Қанша рет жұмсақ сөйлеп, қанша рет мысалдар келтіретін түсіндіруге тырысса да, Әсем өз әдетінен қайтпады. Киімі әбден тозып, өңі қашып кеткенде жасқанып киюге асықпады. Сүмкесін шұрық тесік болғанша ұстайтын. Ескі аяқ киім жыртылса тігіп алып қайта киетін. Заттары сындама тастамайды, желімдейді, жамайды. Бірақ жаңа нәрсе алуға құлқы жоқ. Бір күн анасы көршінің қызы Аяулымды көрді. Ол да Әсеммен қатарлас, бірақ әрдайым өзіне күтім жасап, таза әрі жинақы жүретін. Киімін жасырғандың жүзі жарқын, ал Әсем болса түгі жоқ адамдай, киімі ескірген, сөмкесі тозған, үнемдеп таршылық көріп жүрген адамға ұқсайды. Анасының жүрегі тағы бір жаншып кетті. Бірде ол шыдамай қызымен тағы да ашық сөйлесуге ұйғарды. Қызым, сен өзіңге неге сонша азапқа саласың? Киімің ескіріп, жыртылып кетсе де, жаңасын алғың келмейді. Өмір бойы үнемдей бересің бе? Әсем анасына сабырлы қарап, иә, мен артық шығынды ұнатпаймын. Ескі нәрсе әлі де жарамды болса, жаңасын алудың қажеті не? Бірақ сенің бар болғаныңды көрсететін жалғыз ақша емес қой. Өзіңе күтім жаса, өмірден ләззат ал. Сен өмір бойы осылай үнемдей берсең, ешқашан шынайы еркіндікке сезінбейсің. Еркіндік пен ысырапшылдықты айтып тұрсың ба? Жоқ, мен бәрібір өз ойымнан қайтпаймын, деді Әсем қырсығып. Анасы шарасыз еді. Ол қанша тырысса да қызының әдетін өзгерту мүмкін емес сияқты көрінді. Бұл мінез оның қанында бардай. Кейде анасы Әсемді аяп кететін. Жастық шағы өтіп бара жатса да, өзінен бір сәт қуаныш сыйлауды да рұқсат бермейтін. Киімі, заттары тозып кеткенше ұстай беретін, өзіне ештеңе қимайтын. Анасы бір нәрсені түсінді. Әсемге қанша айтса да, қанша дәлелдер келтірсе де, оның өзгерудің бір ғана жолы бар. Ол өмірдің өзі. Бір күн Әсемнің көзін ашатын жағдай болатын анасы жүрегінен сезді. Бірақ ол қашан, қай кезде келеді екен? Анасы ең үлкен уайымы да осы еді. Әсем бұл жағдайды мүлде күтпеген еді. Ол әрдайым өмірін бақылауда ұстауды тырысатын, ал бұл күтпеген оқиға оның жоспарын тасталқан етті. Ауылда бәрі қызу дайындықпен келінді қарсы алды. Асылжанның әкесі Қайрат ақжарқын мейірімді кісі болатын. Ол жаңа түскен келінге қуанып, қызым, бұл үйдің берекесін кіргізетін сендей ақылды, үнемді қыз керек еді деп ақ батасын берді. Әсем басында абыржып ештеңе түсінбей жүрді. Бірақ ол ауылда ұзақ болатын. Енді бұл отбасының мүшесі екенін түсінді. Жаңа орта, жаңа өмір басталды. Асылжан момын салмақты жігіт екен. Ол Әсемге бірден қатты көңіл бөлмеді, бірақ оның қандай адам екенін сырттай бақылады. Қайрат ақсақалда келінін мақтайтын. Осындай үнемді қызға тап болу нағыз ырыс. Шапша шаттық жоқ, ысырап жоқ. Қандай қыз қашанда берекесінің белгісі.
Ауыл адамдары да Әсемнің бұл мінезіне жақсы қарсы деп бағалайтын. Байлы қолда тұрмаса да миында бар деп оны мақтап жүрді. Әсемнің үнемшілдігі бұл үйге тез сіңді. Ол бірден үйдің кірі шығысы есептей бастады. Ас үйдегі азық-түлікті қатаң бақылап, артық нәрсе алдырмады. Киім-кешекке, үйдің заттарына ақша жұмсауға мүлде қарсы болды. Тіпті Асылжанның әкесіне де, ата, мына киіміңіз әлі тозбаған, жаңасын алудың қажеті жоқ деп ақыл айтатын болды. Кейде бұл үйде кішігірім ұрыс-керісте болып жатсатын, әсіресе Асылжан кейде мұндай шектен тыс үнемшілдікке шыдай алмай кететін. Әсем, біз тақыр кейде емеспіз ғой, үйге керек жарақты алсаң несі жаман? Әкем жас емес, оға жайлы нәрселер керек дейді кейде ашуланатын. Бірақ Әсем бәрібір өзінікін дәлелдейтін. Ертең ақшаның не болатынын білмейміз, қазір үнемдеп үйренбесек қиын болады. Асылжан терең күрсініп қоятын. Ол кейде әйелінің бұл мінезіне түсінуге тырысатын, кейде оған қатты ренжитін. Бірақ ешқашан оған қатты сөйлеп жаман мінез көрсетпеді. Бірде ауылда үлкендері Асылжанға ақыл айтып, келін үнемдеге, бірақ өмір бойы бәрін есептеп жүре беруге болмайды. Әйел деген тек үнемдеумен емес, жылулықпен де үйге береке әкеледі деді. Әсемнің бұл мінезін өзгерте ала ма? Әлде өмірі бір орын өз қателіктерімен бетпе-бет келе ме? Асылжан күн өткен сайын ішінен қынжылатын болды. Ол бұрын әйел алған соң үйдің шырайы кіріп жылы шаңырақ болады деп ойлаған. Бірақ Әсем үйге жылылық емес, суық есепті алып келгенде көрінді. Асылжан үйіне көңіл аудармаған сайын көңілі құласып кететін. Қабырғалары әлі де ескі бояумен тұр. Жиһаздар баяғыдан қалған. Анасы барда үйде әрдайым әдемілікке мән берілетін. Перделер, ыдыстар, кілемдер бәрі үйлесімді үйдің көркін келтіріп тұратын. Ал Әсем болса бар дүниені үнемдеумен әлек. Жаңа перде алайық, мынау әбден ескірді десе, бұлар әлі де жақсы, жаңасын алу артық шығын деп бет қаратпайды. Қонақ бөлмеге жаңа жиһаз алсақ қайтеді десе, мынау да жарайды, сәл қажалғаны болмаса мықты ғой. Үйдің сыртын әктеп сырлап жаңартайық десе, босқа ақша шашу, үйді сылағы мықты болса әдеміліктің қажеті жоқ. Әсем үшін бәрі тек пайдасы мен шығынын есептеу ғана болды. Ол тіпті дастарханды да тек қарапайым тағамдармен толтырып, артық нәрсеге ақша жұмсағысы келмейтін. Асылжан үшін бұл үйдің жылулығы жоғалып бара жатқандай көрінді. Ол әйелмен түсінісуге тырысты, бірақ қанша айтса да Әсем өзгермеді. Кейде түнде жалғыз жатқанда Асылжан терең ойға бататын. Мұндай әйел алғаныма өкінемін деген ойлар жиі мазалайтын. Ол өзіне жұбайы болар деп адамды өз өмірге қуанышпен, әдемілікпен қарайтын, үйдің шырайын кіргізетін жан деп елестеткен. Ал Әсем ол мүлде басқа еді. Өмір бойы қараңғы, сұрықсыз үйде үнемдеп өмір сүреміз бе деп ойлайтын. Ол сыртқа шыққанда көрші үйлердің жайнағанын көріп, ішінен қызығып кететін. Достарының үйлеріне жаңа, таза, сәнді әйелдерді жарқырап үйге көрік беріп жүреді. Ал оның үйі сұрықсыз. Қанша рет сөйлесуге тырысты, қанша рет жұмсақ жеткізді. Тіпті ашуға мініп қатты сөйлеп те көрді, бірақ ештеңе өзгермеді. Әсем баяғынша есептеп қана өмір сүріп жатты. Үйді көрікті ету тек сәні үшін емес, адамның жаны үшін керек. Бірақ бұл шындық Әсемнің жүрегіне жете ме екен? Асылжанның шыдамының шегіне жетті. Ол бұлай өмір сүргісі келмейтін, мұндай қараңғы тіршілікте өзін тұншыққандай сезінетін түсінді. Ақыры бір кеште ашу үстінде Әсемге бар ойын жайып салды. Әсем, мен енді шыдамаймын. Сен өмір бойы осылай қараңғы түнекте өмір сүре бергің келе ме, өзің біл. Бірақ мен бұлай өмір сүре алмаймын. Үнемдеп қайда жетпекшісің? Ақшаға тоймайтын бәле екенсің. Өзіңмен бірге көрге алып кетесің бе сол жиған ақшаңды? Асылжанның дауысы жарылып шықты. Ол өмірінде бірінші рет осыншалық ашуланып, осындай ауыр сөздер айтты. Әсем есеңгіреп қалды. Ол күйеуінің мұншалық ашуланғанын бірінші рет көрді. Іштей, мен соншалықты жаман адаммын ба деп ойлап қалды. Сен мені түсінбейсің, деді ол ақырын.
Сен өмірді түсінбейсің, Әсем. Өмір тек есеппен өмір сүруден тұрмайды. Әдемілік, жылулық, жайлылық деген бар. Сен тек ақшаңды сақтауды білесің, бірақ өмірден ләззат алуды білмейсің. Әсем үнсіз қалды. Мен сені жақсы көрдім, отбасын бірге құрамыз деп ойладым. Бірақ сен үйге әйел емес, тек есепші болып келдің. Егер осы мінезіңнен айнымасаң, мен бұл үйде бірге тұра алмаймын. Бұл сөздер Әсемнің жүрегіне ауыр тиді. Ол үнсіз ғана орындықта тұрып, бөлмесіне кіріп кетті. Бірақ бұл жолы оның іші алай-дүлей еді. Бұл қалай болды? Ол үшін осылай өмір сүруге мәжбүр болды. Неліктен? Ол әдемілікке ұмтылмады. Неге бәрін үнемдеуге тырысады? Көз алдында балалық шағы, әжесінің үйіндегі таршылық, ешкімнен ештеңе сұрамауды үйренген сәттері қайта жанданды. Бәлкім, ол өз өмірінің тұтқыны болып қалған шығар. Асылжан анасының рухына арнап, құран бағыштап, Құдайы тамақ беруге бел буды. Бұл анасына деген құрмет үлкен сауапты іс еді. Ол қой сойып, қан шығарды. Басты үйтіп, оны Әсемге жууға берді. Мынаны жақсылап жуып, дайында, қонақтарға таза, адал ас беруіміз керек деді де, ол байыппен. Әсем басын изеп, басты қолына алды. Бұрынғы әдетінше қазанның шетінде тұрған ескі қазан қырғышты іздеді. Ол қанша жыл пайдаланса да әлі де өз қызметін атқарып тұрғандай көрінетін, жаңасын алу туралы ойы болмады да. Ол қазан қырғыштың әбден тозып кеткенін байқамады. Оның сымдары үгітіліп, тат баса бастаған. Бірақ Әсем әдетіне басып, осы да жарайды деп басты жуа бастады. Осы кезде сыртта бір шаруамен жүріп келген Асылжан ас үйге кірді. Ол Әсемнің қолындағы ескі тат басқан қырғышты көріп бір сәт үнсіз тұрып қалды. Оның жүзі сұрланып, көзіне ыза мен түңіліс қатар үйірілді. Әсем, деді дауысы қатайтып. Сен не істеп жатсың? Әсем сасқалақтап қолындағы қазан қырғышқа қарады. Басты жуып жатырмын. Осы тат басқан сымы үгітілген ескі қырғышпен бе? Иә, әлі де жарайды ғой. Бір басты жуу үшін жаңасын алудың керегі жоқ. Асылжанның шыдамы таусылды. Сен шынымен осындай адамсың ба? Құдайы тамақ береміз деп отырмыз. Бұл анамның рухына бағышталған ас. Оны осындай тат басқан құралмен жуып қонақтарға ұсынбақсың ба? Әсем ештеңе дей алмады. Ол өз ісінің маңызын енді ғана түсінгендей болды. Сен үшін ақша үнемдеу бәріне маңызды ма? Тіпті тазалықтан, адамдардың амандығынан да маңызды ма? Мен тек артық шығын қылғым келмеді, деді Әсем ақырын. Асылжан терең демалды да басын шайқады. Мен бұлай өмір сүргім келмейді, Әсем. Сен үшін өмір тек есептен, ақшадан тұратын шығар, бірақ мен үшін емес. Ол артына бұрылып, ештеңе деместен сыртқа шығып кетті. Әсем қолындағы ескі қырғышқа қарады. Осы сәтте ол өзінің шектен шыққанын шын түсінді. Дастархан жайылып, Құран оқылып, қонақтар жайғасты. Бәрі Асылжанның анасының рухына дұға бағыштап бір сәт үнсіздік орнады. Әсем басты қазаннан алып, таза табаққа салып, оны әулеттің үлкені ретінде өз қайын атасына Қайратқа сұнды. Қайрат ақсақалы аса салмақты, байыпты кісі еді. Ол басты қолына алып бір сәт қарап тұрды да терең күрсінді. Жиналған жұрт оған мән бермей өзара әңгімелесіп жатты. Қайрат ақсақал басты кесіп, бір бөлігін аузына салғаны сол еді. Кенет көзі шарасынан шығып, екі қолымен тамағын ұстай қалды. Бірнеше секундтың ішінде ол жөтеліп, ауа жетпегендей қақалып булыға бастады. Бөлмеде отырған жұрт абдырап қалды. Әке, не болды? Деп Асылжан орнынан атып тұрды. Қайрат ақсақал демала алмай, көзі жасаурап, өңі бозарып бара жатты. Оның жұтқын шағына бірдеңе қадалып қалғаны анық еді. Су әкеліңдер, деді дауыстап бір қонақ. Бірақ жағдай бұдан да қиын еді. Ол қарапайым асқа тұншығып жатқан жоқ. Бірден Асылжан мен бірнеше жігіт жүгіріп келіп, ақсақалдың арқасынан ұрып көмектесе бастады. Бірақ еш нәтижесі жоқ. Жедел жәрдем шақырыңдар, деп айғайлапты біреу. Асылжанның өзі не істерін білмей қалды. Ол бірден
Әкесінің аузын ашып тамағына үңілді. Сол кезде бір жылтыр нәрсе көзге түсті. Жұқа өткір металл бөлігі. Оның жүрегі бірден тас төбесіне шықты. Бұл қазан қырғыштың үлгілген сымы еді. Ой құдайым деп күбірледі ол. Әсемнің өңі қашып кетті. Ол болған жағдайды енді ғана толық түсінді. Өзі жуған басты ескі қазан қырғыштың тазалаған кезде оның тат басқан сымдары үгітіліп бастың арасына кіріп кеткен. Ал Қайрат ақсақал оны байқамай етпен бірге жұтып қойды. Қонақтар дүрлігіп кетті. Бірнеше жігіт ақсақалдың абайлап шалқасына жатқызып, алғашқы көмек көрсете бастады. Біреуі дәрігер шақырды. Бірақ Қайраттың жағдайы ауыр еді. Ол ауа жетпей көгеріп бара жатты. Қайрат ата, біз сізді құтқарамыз, шыдаңыз, деді біреуі. Әсем көзіне еріксіз жас алып, екі қолымен бетін басты. Оның үнемшілдігі енді біреудің өміріне қауіп төндіріп отыр. Бұл менің кесірім, деп солқылдап. Асылжан оған қарауға да шамасы келмеді. Ол тек әкесін құтқаратын қамында да болды. Бәрі бір сәтте төңкеріліп кетті. Бұл жолы Әсем өз ісінің салдарын шын түсінді, бірақ бұл түсінік тым кеш оянған еді. Қайрат ақсақал ауыр азаппен жан тапсырды. Жұтқыншағына қадалған металл сымдары оның жұтқыншықтарын соңғы демін шығаруға мүмкіндік бермеді. Жиналған жұрттың көз алдында ол жан тәсілім етті. Бұл көрініс Асылжанның жанын жаралап, оны есінен тандырардай күйге түсірді. Әке, ол әкесінің қозғалыссыз қалған денесін құшақтап, айғайлап жіберді. Қонақтардың бәрі шошып, кейбірі дауыстап жылап жатты. Біреулер жедел жәрдем қайда? Мұндай қасірет қалай болды деп абдырап бір-бірінен сұрап жатты. Ал Әсем ол орнынан қозғала алмайды. Оның көз алдынан бір ғана көрініс тұрды. Қайын атасы оның қолынан жасалған тағамды жеп, сол үшін көз жұмды. Қолдары қалтырап, көзі шарасынан шығып, жүрегі дүрсілдеп тұрды. Ол не істерін, қайда қашарын білмеді. Асылжан басын көтеріп жындана қарады. Оның көзінен ыза, қайғы, шарасыздық, өшпенділік қатар көрінді. Әсем, сен жындысың. Ол жерден атып тұрып, аш қасқырдай ысылдай сөйледі. Мен сені үйге әйел болсын, береке әкелсін, жылулық әкелсін деп алдым, ал сен тек жамандық әкелдің. Сен менің әкемді өлтірдің. Асылжан бір сәт есінен адасқандай күйде болды. Ол Әсемге қарай атылып, оны қылғындырға жақындады. Сенің үнемшілдігің мен сараңдығың адам өлтіретін деңгейге жетті. Асылжанның жан айқайы бүкіл үйді дүрсілкіндірді. Ол ашу мен қайғыдан өзіне ие бола алмай екі көзі қанталап Әсемге атылып бара жатты. Егер туыстары дер кезінде ұстап қалмағанда, ол шын мәнінде оны өлтіріп қоюы мүмкін еді. Сен менің әкемді өлтірдің деп айғайлады ол. Дауыстары әрең ұстап тұрса да, оған жетуге тырысты. Әсемді тізелері дірілдеп жерге отыра кетті. Ол өзіне не болғанын, бұл сұмдықтың қалай орын алғанын түсіне алмай тұншаға жылап жатты. Бірақ Асылжан тоқтаған жоқ. Мен сен үшін барымды салып жұмыс істедім, ақша таптым, бәрін жақсылыққа жұмсаймыз деп ойладым. Ал сен ше, барлығын үнемдеймін деп жүріп, ақыры әкемнің жаназасына жинапсың ғой. Адам ақшаны өзінің керегіне, жақсылыққа жинайды. Сен сияқты өлі тиын санап, бүкіл өмірін босқа қор етпейді. Сенің кесіріңнен әкем өлді. Оның дауысы күшейе берді. Көзінен жас парлай тұрды. Көзіме көрінбе жоғал, әке шешеңе бар. Бәлкім, сенде жындыханаға жатқызар, оларға да осыны істерсің бәлкім. Әсем есінен танып қалғандай күйде еді. Оның жүрегі атақтап, тынысы тарыла бастады. Жоғал, сен мен үшін өлдің деп Асылжан соңғы рет айғайлап теріс айналды. Әсем тізерлеп отырды да көз жасын көлдетіп еңіреп жіберді. Ол қайда барарын, енді не істерін білмеді. Өзінің үнемшілдігі ақыры оның ең үлкен қайғыға ұрындырды. Туыстары Әсемге, қызым, енді сенің бұл үйде қалуың мүмкін емес деді ақырын. Әсем жауап бере алмады. Ол өз кінәсін толық сезінді. Ол үйден кетті.
кетті. Көз жасына ерік беріп қараңғы көшеде келе жатты. Бірақ оның ойында бір ғана сұрақ тұрды. Мен қай жерден қателестім? Бірақ бұл сұрақтың жауабы оған бәрін қайтармайтынын түсініп келе жатты. Ол оқиғадан хабар алған әке-шешесі алдынан шығып қызын көлікке отырғызып алып кетті. Әсем үшін бұл соққы тым ауыр болды. Ол өмір бойы үнемдеуді, барды сақтауды ғана ойлап келді. Бірақ ақыры бұл әдет оның қолынан ең қымбат нәрсені, жанұясын, бақытын, ақыл есін тартып алды. Атасының өлімі оның жанын жеп бара жатты. Әсіресе Асылжанның соңғы айтқан сөздері оның санасында күн сайын жаңғырып тұрды. Сен мен үшін өлдің. Ол өзінің қайғының, кінәларының тұңғиығына тастады. Адамдардың көзқарасы, айыптау сөздері, өзіне өзі жегідей жеуі, бәрі оның сана сезімін тұмшалады. Ол шын мәнінде есінен адасты. Ақыры әке-шешесі оны жындыханаға жіберуге мәжбүр болды. Олар үшін бұл өте ауыр шешім еді, бірақ басқа амалы жоқ. Әсем өз-өзіне сөйлесіп, күн сайын бір сөздерді қайталап, кейде тіпті жылап, кейде еш себепсіз күліп отыратын. Мен ешқашан ысырап қылған жоқпын. Мен бәрін дұрыс істедім. Қазан қырғыш жаңа болуы керек еді, бірақ ол әлі де жарайтын еді. Дәрігерлер оның жағдайын ауыр деп бағалады. Ол енді бұрынғы Әсем емес, оның санасы өкініш, қорқыныш, өзіне деген ашу мен түңіліс жиналған. Ал Асылжанның өмірі қалай өзгерді? Әкесінің жерлегеннен кейін ол көпке дейін өз-өзіне келе алмады. Бірақ уақыт өте келе ол қайтадан өмірін қалпына келтірді. Бірнеше жыл өткен соң ол басқа бір қызға үйленді. Бұл әйел өмірді сүйетін, үнемді бола тұра барды бағалай білетін жан еді. Ол үйдің сәнін келтіріп, жылулық пен мейірім сыйлады. Асылжанның үйі өзгерді. Бұрынғы қараңғы, әрі суық болған бөлмелері енді жарық пен жылулыққа толды. Үйдің іші жаңарды, әдемі жиһаздар, жайлы перделер, таза дастархан, бәрі үйлесімді болды. Өмірі бірте-бірте гүлдене түсті. Асылжан бір нәрсені түсінді. Адам өмірінде сараңдыққа салынып, жоқ деп жылана берсең, шынымен де жоқшылыққа тап болады. Барды бардай жаратып, бүгінгі күнмен өмір сүрген абзал. Бұл өмірдің ең үлкен сабағы еді. Ал Әсем, ол енді бұл өмірдің қуанышын сезіне алмайтын жанға айналды. Оның үнемдеп жинаған ақшасын сақтаған дүниелері оның жанұясында, ақыл есінде сақтап қала алмады. Кейде артық үнемдеу нағыз жоқшылықтың бастауы болатын Әсем өз өмірін дәлелдеді. Бірақ бұл түсінік оған тым кеш келді. Және де өмірін күл талқанын етті.